Ал енді кейде балалар дәл осы жерде 50 километр күн деп осы жерден жұмыс аяқтап қояды. Сол үшін балалар есебіміз бітті ма? Егер де осы жерден аяқтайтын болса, балалардан қайтадан сұрақ қойып, мәтінге қайтадан алып келеміз. Балалар мәтінге қайтадан ораламыз, сұрақты оқимыз. Осындай еңбек өнімділігімен жұмыс істейтін болса, бұл жұмысты қанша уақытта аяқтай алады деп бізді уақытты сұрап тұр. Балалар километр күн дегеніміз ол өнімділік қой. Яғни жұмыс өнімділігі бірлесіп жасағанда, жұмыс өнімділігі екеу бірлесіп жасағанда, олардың бір күнде 50 километр жолды жөндей алатынын айтып тұр. Ал бізге қанша уақытта аяқтайды осы жұмыс деп тұр. Яғни жұмысымыз ол 9 километр жолды жөндеу жұмысын жүргізу керек. Дәл осы жұмыс өнімділікпен олар бірге істегенде қанша күнде аяқтайды? Олар жеке жұмыс істегенде біреу 30, біреу 45 күнде аяқтап жүр ғой. Екеу бірлескенде қанша күнде аяқтайды? Демек біз уақытты табу үшін жұмысты бірлескен жұмыс өнімділігіне